Баршаңызға сәлем достар. Бүгін лаваштан өте дәмді және тойымды 3 түрлі таңғы ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен бірінші таңғы асқа өте тойымды бутерброд дайындаймыз. Ол үшін піскен жұмыртқа, қызанақ, петрушканы ұсақтап турап аламыз. Барлығын қосамыз. Үстінен ірімшік, тұз, қаймақ қосып бәрін араластырамыз. Екі лаваштың ортасына томат пен қаймақ араластырып жағамыз. Мен салмасын салғанда лаваш жыртылып кетпес үшін 2 лаваш пайдаланамын. Сіздер 1 лаваш қолдансаңыздар да болады. Ортасына салмасын саламыз және донер сияқты ораймыз. Қызып тұрған табада 2 жағын қызартып аламыз. Бірінші таңғы ас дайын, енді екінші таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге ұсақтап туралған кептірілген жемістерді салып, қаймақпен араластырамыз. Дөңгелек лавашты видеодадай кесеміз, салмамызды салып, 3 бұрыштап ораймыз. Мен 2 лавашты пайдаландым, менде 6 конвертик шықты. Табаға кішкене май жағып, конвертиктерді жұмыртқаға батырып аламыз. Және 2 жағы қызарғанша қуырамыз. Табаға май жақпай қоюға да болады. Мінекей осындай өте дәмді сүзбеден конвертиктер дайын болды. Үшінші таңғы ас ірімшіктен бөрек. Ол үшін лавашты осылай видеодадай кесеміз. Ірімшікті тураймыз және кесілген лаваштардың ортасына салып, осылай ораймыз. Жұмыртқаға батырып, қызған табада қызарғанша қуырып аламыз. Бөректер де дайын болды, өте дәмді болып шықты. Лаваштан осындай 3 түрлі таңғы ас дайындауға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.